Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мұъминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мұъминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллах Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқал лазина кафару иля джаханнама зумара. Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаханнамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен хатта иза жауха, жаханнамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха. Өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар. Адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да, мысалы, үміт мүмкін кешіріледі деп. Кәпірлер де қатты үміттенеді де ол күні. Мүмкін кешіреді Раббымыз. Аллах Тағала өте мейірімді, өте кешірімді, рахымды. Ана айдалып әкеліп жатқан кезінде жаханнамға қарай дейді. Ойлаңызшы. Сосын ана жаханнам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Анау Субханалла. Сол есіктер ашылғаннан кейін футихат абуабуха. Ва қауля лахум хазанатуха. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. Хазанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады, олардың айтатын сөзі: Ва қауля лахум хазанатуха алам яътикум русулу минкум. Сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Елшілер өз іштеріңнен келмеп пе еді? Ятлуна алейкум аяти раббикум. Өз іштеріңнен елшілерің келмеп пе еді? Раббыларыңның аяттарын оқымап пе еді сендерге? Қанша жыл өмір сүрдіңдер жердің бетінде? وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Сендерге ескертіп кетпеді, Алланың алдына келесіңдер деп. Раббыларыңның алдына келесіңдер деп ескертпеп еді. Қолу бәлі, ескерткен еді деген. Сондай жеңілген дауыстар шығады. Жеңілген, мойындаған. Басқа бір аяттарда Алла Тағала айтқандай: Роббана абсорда, Раббымыз көзіміз жетіп тұр қазір. Қазір естіп тұрмыз біз. Тозақтың даусын да естіп тұрмыз. Фарджиғына, Раббымыз қайтаршы бізді. Нағымел салих аламал істеп келейікші. Намұқинун, біз қазір көзіміз нақты көріп тұр, Раббымыз бізді қайтаршы. Сонда Аллах Тағаланың сөзі: әлемдердің Раббысы,
Өйткені оның хақысы берілмеді. Ихсау фиха. Тозақтың ішіне жоқ болып кетіңдерші дейді. Көрінбеңдерші маған көзіме. Уәлә тукаллимуни. Сөйлемеңдер маған. Сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді. Бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар, пайғамбарды жылатқандар, пайғамбардың үстіне жуынды төккендер, исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер, түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар, Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар, Алланың жерінде өз бетінше жүргендер, Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар, пысқырмағандар ақиқатты. Міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға: Фанаситум, сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадірімді, менің құранымды. Ва инна насинакум, біз де бүгін сендерді ұмытамыз дейді екен. Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыреттегі күтіп тұрған Аллах Тағала мұъминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады: Уасиқаллазина тақау раббахум илал жаннати зумара. Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды Раббылары оларды жәннатқа қарай айдап әкеледі дейді. Жәннатқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннат алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсесі ол. Сол жәннатқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сонда періштелері сондай мейірімді. Вақауля лахум хазанату, қана есіктердің бәрі ашылады да періштелері саламун алейкум деген сөзбен қарсы алады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыптум, шамаларын келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларын келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла Тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулуха хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше альхамдулилланы айтады. Аллах Тағала өзі айтқандай: Вақаулу алхамдулиллах. Олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде: барлық мақтау Аллахқа тән. Альхамдулиллах әл-лазиз. Саддақана ва'даху. Елшілері арқылы, егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер деген уәдесін орындады бізге. Ва урусана ал-арада. Жәннаттың жерін бізге бере салды. Сенікі деді. Натабауау минал жаннати хайсу наша. Енді біз мына жәннаттың қай жеріне барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. Аллах Тағала айтады: Фани'ма аджрул амилин. Имандарына амал негізгендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен Алла Тағала.